Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен бүгін сіздермен осылай жасалатын синнабоне рецептісімен бөліскім келеді. Бұл керемет дәмді булочка. Ол үшін сүтімізді жылытып алып, үстіне қантымыз салып, кішкене екеуін араластырғаннан кейін дрож саламын. 10 граммдай дрож. Менде мына қасығым 2 грамм. Сондықтан мен көзбен өлшеп осылай 5 қасық салдым. Енді осыны кішкене араластырып аламын жақсылап тұрып. Енді осы араласқан сүтімнің үстіне тұзымды және жұмыртқамды, сондай-ақ ерітілген сары майымды құйып, бәрін жақсылап бір араластырып, ұн салып, қазір қамыр басамын. Міне ұным дәлме-дәл келеді. Барлық құрамды описаниеда қалдырамын. Міне осылай қылып қамыр басып, бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Енді қамырым көтерілгенше мен арасына салатын салмамды дайындаймын. Яғни начинкамды дайындаймын. Ол үшін үй жағдайында тұрған, яғни температурасында тұрған сары майымның үстіне қантымды, какаомды және корицамды және сондай-ақ 100 грамм грек жаңғағын кәдімгідей оқтаумен немесе блендермен уатып алсаңыздар да болады. Жақсылап уатып алдым да, мен осыларды әбден қасықпен біркелкі массаға айналғанша үстіп тұрып, осылай тұрып араластырып аламын. Миксермен араластырсаңыз да болады. Мен бір қасықпен араластыра салдым. Міне менің қамырым көтеріліп тұр. Енді осы қамырды дәл 2 бөлікке тұп-тура бөліп аламын. Осылай бөлінген қамырымды мен оқтаумен жаямын. Жабысып атқан жағдайда ұн сепсеңіздер болады. Міне осылай өте қатты жұқа қылмаңыздар. Өте жұп-жұқа қылмай, жайлап қана жайып алғаннан кейін, осылай міне осы начинкамның дәл 2-ке бөліп, жартысын осылай қасықпен барлық жеріне жеткізіп тұрып жағып шығамын. Біркелкі қылып жағуға тырысыңыздар, себебі ораған кезде бірде болғаны жақсы. Міне осылай жайлап рулет қылып ораймыз начинкамызды жаққаннан кейін қамырымызға. Енді осыны бір 4-5 сантиметр көлемінде осылай бөліктерге бөліп аламын. Енді осы видеодағыдай дәл осылай ортасынан үстінен басып, шеттерін қайырып, роза гүлі сияқты қылып, сондай формаға келтіреміз. Үсті пергаментке жинай береміз. Міне мен пергаментке протеинімен салып қойдым. Екінші қамырымды да тап осылай жасаймын. Енді мен қазір осыларды бір 15 минуттай көтерілгенше қоя тұрамын жылы жерде. Менде 2 протеинге жетті. Енді 15 минуттан кейін духовкаде 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламын. Және оған дейін бетіне жағатын кремімізді дайындаймын. Ол үшін сливки, креметті және қантымды салып, жайлап жақсылап миксерлеймін. Бірінші үстіне осылай басып алдым. Сосын жай скоростта миксерлеп бастаймын. Біркелкі массаға айналғанша, сәл қойылғанша миксерлеп аламын, жақсылап тұрып. Осылай массам дайын болды. Кремім енді мен синнабондарым пісті. Міне духовкадан шығарып, ыссы күйінде бірден кремді жағып тастаймын. Кәдімгі молынан аямай тұрып кремді жағыңыздар. Бірінші ыссы күйінде бірден жағамын, бір жағып шығамын, сосын қайтадан екінші рет үстінен жүргіземін. Тағы да екінші рет қайта жағып шығамын. Кремді кәдімгідей аямай молынан жаға беріңіздер. Неғұрлым крем жақсы болған сайын
Крем көбірек молырақ болған сайын синнабондарыңыз да тәттірек болады. Міне менің синнабоным біраз қойдым, кішкене суығаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін қайтадан дополнительно тағы да кремді жағамын. Қалған кремді бәріне бірдей тең қылып жағып қоямын беттеріне. Міне синнабондарым дайын болды, әбден суыды креммен. Ортасын кескенде міне осындай болып тұр. Өте дәмді, шайға керемет синнабондар дайын болды. Жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.